Сәлем достар. Бүгін менде қонақта Өрен бауырым. Өрен аранжировкамен айналысады, музыкамен айналысады. Бұл саланың маманы болғандықтан біз әңгімені музыка саласына байланысты өрбітеміз. Осы кәсіп таңдауға сен қалай келдің? Мен ең басында студент кезімде, яғни бір компьютерға деген қызығушылық болды. Компьютердің ішінде ең бірінші программа FL Studio деген программа бар. Көп енді бастап келе жатқан аранжировщиктер біледі деп ойлаймын. Өте популярный программа. Сол FL Studioдан ойын, бір компьютердағы бір ойын құсатып скачать етіп алдым. Содан кейін сол программаны ішін бір-екі рет істеткеннен кейін маған жалпы уже сол процесс ұнады. Яғни бір-екі драмдарды, бір-екі звуктарды бір-біріне қосып және де общий планда тыңдаған уже ұнай бастады. Сонымен студент кезімде жанымдағы достарым болды, студияның кәсібіне, сол өнерге қызығатын. Солармен бірігіп Россиядан біз бір курс сатып алған болатын, Сергейлев деген мықты ұстаз бар болатын Россияда. Сол кісінің основа звук, основа эквализация, основа компрессия деген жалпы аранжировкаға қатысты сабақтар. Соны көріп бастадық. Шыны керек, басында дым түсініксіз болды. Ұйқы келеді, обучениені көрсең оңай емес. Қайта-қайта қалқып кете бересің, бірақ сонда да қолымыз, студент кезде білесіздер ғой, барлығымыздың қолымыз бос болады, ерігіп жүресің. Сол себептен ең бірінші обучениені ұйықтап болсын көрдік. Көріп, толық сол уақытта демода жазып жүрдік. Демо деген, яғни кусочек бір музыкаларды басында бастап жазып жүрдік. Содан несі бар, уақыт өте келе оқуды бітірдік, үйлендім дегендей. Ол кезде қандай мықты аранжировщиктер бар еді Қазақстанда? Ізбасар кеңесіп болатын ол кезде. Соған еліктейтін бе едіңдер? Иә, негізінен мен Ізбасардың видеоларын көп көрдім. Өте күшті аранжировщик ағамыз, әдемі. Қазіргі соңғы кезге дейін ол кісінің әндерін жазған, әндеріне дейін минусовкасының әнін айтып солай выступать етіп жүрдік кейбір сахналарда. Өте керемет аранжировщик кісі болады. Одан кейін осы Астанада мені студияға одан арман қызықтырған Алмабек деген ағамыз бар. Астана қаласында Real Sound деген студияның иесі. Сол кісінің студиясына барған кезде американский студия, ол жерде уже желание мүлдем басқаша болып ашылды. Содан кейін студияға деген мақсат болды. Түбінде бір студия ашамын деген, оқу бітіргеннен кейін. Содан несі бар, үйленгеннен кейін, бір жыл өткеннен кейін ең алғашқы сетап, вот қазір менен көбі сұрайды, не алсам болады, чтобы бастау үшін, началаға не алсам болады. Студияны бастау үшін, ашу үшін не керек? Микрофон, звук карта деген сияқты дүние керек қой, и бір ноутбук керек, наушник болды, жетеді, осы ғана керек. И тура сол сетапты полный толтыратын қазір бандылдар көп. Бандл деген комплектті, яғни Стейнбергтікі бар, немесе Focusrite компаниясынікі бар. Иә, ол брендті айтып отыр. Соның бандылдары бар, бандылдары, яғни комплектлары микрофон, наушник, звук карта үшеуі бірге жүреді. Енді ноутбукты өзіңіз қаншалықты шамаңызға қарай сатып ала берсеңіз болады. Ноутбукты да қатты, музыкаға қатты, мысалы игровой ноутбуктар қажетті емес тіптен. Себебі музыка жазу үшін ондай да бір процессорды қинайтындай жұмыс істемейді. Тем более үйреніп жатқан кезде сізге главное дорожкада R-ді басып, записьті, рекордты жүргізсе болды. Сол өзі басында жеткілікті. Сол себептен Focusrite-тікін 130 мың теңге алғам, ол 2019 жылдары. Ең алғашқы студияның затын бірінші рет сатып алуым болды. Ол кезде ноутбугым бар болады, ноутбукпен және обучение көретінмін, бір-екі рет шұқитын. Сөйтіп ең алғаш запись жазып, өз даусымды жаздым басында. Көп жарты жылда өз даусымды жазып жүрдім, негізінен достарым даусын жазып жүрдім. Содан кейін алғашқы рет Айжан Аралжан деген қазір Алматыда досым бар. Өзіңмен күрес деген жобаның басшысы, жетекшісі. Сол Айжан досым бір күні маған айтты, досым, менде коллегам бар еді, даусын жазып берсейші, сен өзің даусын жазып жүретін едің ғой осында. Үйде? Иә, үйде. Өгізді үйдемін ғой, иә, балкон студия деп айтады. Бәрі балкон студиядан бастаған ғой негіз. Сөйтіп, көрейік, давайте деп шақыр дедім. Сөйтіп келді, үлкен кісі екен. Сонымен ол кезде
опыт жоқтың кесірінен жарты күн обработкасын жасаймын ана дауыстың. Жалпы мело дайындау деген программаның ішінде мело дайындау деген ол дауысты нотаға түсіресің, там обработканың процесі көп. Таңертең жазсаң, кешке түнде әрең бітіріп жіберемін. И солайынан бір рет жаздым, 2 рет жаздым. Уже бір айдан кейін есептеп қарасам 30 күннің ішінде 11 шақты адам келіп сапты балкон студияға яғни. Соны уже ой туды. Не үшін мен балконда отырмын деген сияқты. Уже клиент тура бар екен менде. Мен ешқандай жарнама істеп жатқан да жоқпын. Сол себептен маған уже өсу керек, даму керек деген бір ой келді. Ол кезде март, апрель айлары болатын, көктем кезі. Помещениені арыз іздедім, бер іздедім, жақсы вариант шыны керек табылған жоқ. Инвестор іздедім туысқандардың арасынан, как обычно бізде болады қазақтарда ағалар, тәтелер там. Инвестор іздейсің, короче, осындай идея бар менде, жазамын деген сияқты. Оған ешкім көмектеспейді, басында ондай ештеңе жоқ. Банкке де тем более, ол кезде мен 20 жаста, 19-20 жастамын. Банктен 21-ге толу керексің, чтобы хотя бы бизнес бастауға кредит алу үшін. Сол себептен жазға қалды ол план. Жазға дейін ештеңе табылмады. 1-2 рет іздедім, 1 аптадай қиналдым, сосын ары қарай табылмаған жарайды қойшы деп тоқтаттым. Но балконда студияда жалғастыра бердім. Балконда жаза бердім. Ежемесячно 15-20 адам келетін бір айда. Ол кезде мен үшін ол үлкен нәтиже болды. Себебі сол арқылы дамыдым. Тем более балкон студияда клиенттер келеді, запись жазып болады. Жазып болған келіншегім шай дайындап қояды, клиенттер шай ішіп алады, мәз болып кетеді деген сияқты. Үйде болғаннан кейін енді сондай жағдай болады. Содан несі бар, 6-шы мен бүкіл жерден бәрібір іздеуімді тоқтатпадым, помещение іздедім. Табылды. Сөйлесіп 6-шы айда ремонтын бітіріп, ары қарай уже студиямда аман-есен 7-ші айға қарай студиямды ашып, сол жерде жұмысымды жалғастырдым. Несі бар, сол студиядан біраз 4 жыл сол бір Muz and Life деген ең алғашқы студиям болды. Атын қойдым, өзін сүйетініңіз, Қосшыда болды, Қосшы қаласында. Атын қойдым, өзін сүйетінісің болғаннан кейін ішін енді максимум әдемілеуге тырыстым, неше түрлі оформлениялар істеп деген сияқты. Ол бір сөзбен айта салғанға оңай көрінеді. Кейде клиенттеріміз келіп қалады, мысалға, оның несі бар, ачо бағаларыңыз қымбат деген сияқты иногда айтып қалады. Жазасыздар, дауысты жазасыздар да бере саласыздар ғой дейді. Ол сол процессқа жету үшін қандай жолды өткеніңді мысалға кейде түсінбейді, көрмейді, білмей жатады. Басында жарты күн обработка істейтінде уже опыт өскеннен кейін 3 сағатта істей бастайсың, 2 сағат. И потом даже 1 сағатта бір әнді толығымен жазып, өңдеумен бітіретін деңгейге келесің да. Ал ол деңгейге жету үшін, как обычно, опытпен ғана жетесің. Ал опыт жоқ болса, басында мынандай сұрақтар пайда болады. Не үшін ана студияда жазылған, мысалға басқа жақсы мықты профессиональный студияларда жазылған күшті шығады, не үшін менікі вроде барлығын дұрыс істедім, бірақ звучание какой-то сухой деген сияқты, андай құрғақ дым жоқ, дауыстың окрасын бере алмадым деген сияқты ой туады. И ол ой ешқандай қазір маған хабарласып жатқан көп клиенттер, яғни дауыс жаздыратындар емес, маған қазір как студияға көмек ретінде де клиенттер хабарласады. Осылай студия ашайын деп жатыр едім, программа орнатып бер. Солай 4 жыл Muz and Life студиясында жұмыс істегеннен кейін қалаға көшу деген ой болып, қазір Әуен Рекорд студиясын осы Астана қаласынан ашқан болатынбыз. Қазір Құдайға шүкір, студиямыздың іші де үлкен болды, партнерім бар, жанымда 2 адам болып бірігіп бір үлкен студия аштық. Студияны құр ашып қоймай, осы заманға сай Instagram, TikTok, өз Instagram'ды бөлек жүргізесің, иә? Саған сенің жұмысына қызығып жүрген балалар бар. Енді қанша, міне, Instagram'да қанша подписчикің бар қазір? 980 подписчик, аз емес, көп емес, ол нормальная целевая аудитория, как раз твоя прямая. Енді көбінесе Instagram'нан келетін сұрақтарға жауап берсең, қандай сұрақ қояды саған көбінесе? Instagram'да клиенттер обычно бағасын сұрайды, клиенттер одан кейін өңдеу жұмысы қанша уақыт алады деген сияқты сұрақтарды сұрап жатады. Одан кейін аранжировка туралы түсінбей жатады клиенттеріміз. Аранжировка деген не деп ойлайды? Аранжировканы... Вот аранжировка деген не деген сұраққа жауап берейік. Аранжировка деген не деген сұраққа жауап беретін болсақ, ол тойға минусовкаға фонограмма яғни жазады ғой. Онымен мүлдем қатысы жоқ дүние. Аранжировка дегеніміз авторлық әніңіз, яғни әнші боламын деген өнер адамы болады, өзінің дауысын
өзінің сөзі мен мотивына толықтай музыкасын жаздырғысы келеді. Мысалға Минусовка бар ғой, Қайрат Нұртас, барлығы өзінің әніне бірінші музыкасын жасатады, сосын дауысын сол музыкаға жаздырады, содан кейін барып жарыққа шығарады. Тура сол дүниені, музыканы, яғни аранжировка деп айтады, Минусовкасын жасауды. Таза әуен. Таза әуеннің өзін, Сол ал аранжировка бастау үшін не қажет? Аранжировка сіздер ән сатпайсыздар ма деп бізден сұрап жатады. Аранжировка маған бір ән керек деп просто айта салады. Сосын мен айтамын, аранжировка бастау үшін текст болу керек, және де мотив болу керек. Яғни әнді ешқандай инструментсіз, ештеңесіз осылай отырған кезде, мысалға Шәмші атамыздың әні сияқты, мысалға өзіңмен арыстым кезінде осылай туа салған ғой Шәмші атамыздың әндері. Сол сияқты ән мотивмен бірге болу керек. Енді инструмент біліп жатсаңыз, сендерге получается толықтай әуен әкеп бере ма? Басы, аяқ, қайырмасы, проигрышын бәрін бірге. Жоқ, проигрыш оның барлығы қажет емес. Тек қана қайырмасын әкеліп әрмен қаран өздерін дамытасың. Олай да болады. Главное, куплет пен қайырманың мотиві дайын болса болғаны бізге. Ары қарай аранжировкасын жасайтын боламыз. Оның процесстері көп, аранжировка жазылады, аранжировка жазылып болғаннан кейін сведение өтеді. Сведение дегеніміз баланстарын қою, соңғы. Дауыс пен музыканы бірге. Жоқ, ол аранжировканың сведениесі. Одан кейін дауыс жазу процесі, ол да бір үлкен процесс. Оған көбі бей-жай қарап қояды. Аранжировка жазылды екен дейді де, дауыс жазуға мүлдем дайындықсыз барады студияға. Сонымен барғаннан кейін подача дейді ғой, дұрыс айтылу мәнері дұрыс болмайды. Нотаға түседі, бірақ мәнер жоқ. Артистердікі сияқты, артистердікі сияқты харизма жоқ былай айтқанда. Сол себептен результат нашар шығады. Мен оны келген клиенттерге керек кезде тіптен ұрсамын. Дұрыс емес, подача жоқ, мүлдем жоқ. Кейде дайындалып кел деп, или дайындалып ал деп 1 сағат, 2 сағат уақыт беремін. Подачасын түсіндіремін. Егер көңілді ән болса, ол көңілді ән қылып айту керек. Мұңлы ән болса, сезініп. Нотаға түспесе де, подача міндетті түрде. Ол нотаға түсуге, Құдайға шүкір, қазір программалар және инструмент бар, нотаға түсіре аламыз да. Бірақ подачаны өзгерту мүмкін емес. Яғни тембр. Адамның дауысының тембрін өзгерту мүмкін емес мысалға. Сол себептен келгенде максимально дайындалып келген жағдайда нәтиже өте жақсы болады. Так, бұл аранжировкаға толықтай жауап. Ал енді студия ашқысы келіп жүрген адамдарға менен программа орнатып беруімді сұрайды. Одан кейін осындай комплект сатып алайын деп едім, техника сұрайды менен. Осындай комплект сатып алғым келетін еді, ананы алсам қайтеді, мынаны алсам қайтеді деп. Ең басында негізі дымда көп дүние қажет емес. Адам үйрену үшін ноутбук, микрофон және айтып кеткенде Focusrite бандлы или Steinberg компаниясының Presonic қазір көп шығып кетті, солардың бандлы жеткілікті. Микрофон, звуковой карта, ноутбук, наушник болды. И программа? Программаны, программа жеріне келген кезде тоже көп сұрақтар болады. Қазір программа, музыка жазатын программалардың атын білетіндер, жәнегі клиенттерім ішінде студия ашқысы келетіндер бар. Это начальный, это GarageBand? Ол начальный, ол демо жазуға толықтай жетеді негізінен. GarageBand ол барлығының айфонда немесе макбуктарында барлығында бар. Ал енді үлкен кәдімгідей студияның программасы десе Logic, Reaper деген сияқты, Pro Tools, көп қой. Өздерің қай программада жазасыңдар? Біз Logic'та жұмыс істеген. Мен FL Studio, Logic және де Reaper үшеуінде де жұмыс істеп көрдім. Бірақ айтатыным бір нәрсе. Менен мынандай сұрақ қояды. Сіздерде Reaper'де жазылған қалай сапалы шыға ма, маған жіберіңіздерші, тыңдап көргім келеді дейді. Бұл жерде сұрақ қалай қойылып тұр? Reaper'де жазылған дауыс сапалы ма деп сұрайды. Немесе Logic'та жазылған әдемі ма деп менен сұрақтар қойып жатады. Клиенттер де қояды, немесе даже студия ашатын мен коллегаларым деп айтайын, сол кісілер де сондай сұрақ қойып жатады. Бұл жерде мүлдем қатысы жоқ. Даже тура сол әнді GarageBandға да, яғни телефондағы программаға да тура сондай сападағы жазуға болады. GarageBand енді, яғни телефонда емес, ноутбукта бар ғой, ноутбуктағы GarageBand. Ол былай айтқанда Logic'тің урезанный версиясы, қиылған. Сол кішігірім версиясында да дауысты, тура сол дауысты жазсаң, ол дауысты кем қылып жазады или сапасыз қылып жазады деген әңгіме жоқ. Бұл жерде дауыстың сапасына отвечать ететін звуковой карта, микрофон және де соның кабельдері арзан болса тоже болмайды. Кабельдері нормальный, өзінің оригинал кабельдері болып, главный компьютеріңізге дұрыс жалғанған болса, ол мысалға программаның мүлдем өзінің влияниесі жоқ. Ол мысалға жаңа сен аудио жағынан, мен видео жағынан түсініп отырмын. Мысалға
исходник жақсы болу керек, исходный материал. Мысалға 4К-да не болмаса мында 80 качествосында, HD качествосында жақсылап тұрып түсірсең, одан кейін түсі бәрі нормально жақсы камераға түсірсең, ол қандай программада істесең де ол әдемі болып шығады. Мысалға Adobe Premiere, CapCut, даже простой, да, телефондағы CapCut, Final Cut 3 бөлек программа. Оның айырмашылығы тек қана жаңағы мүмкіндіктерінде. Adobe Premiere переходтар басқаша, өзгеше, жаңағы цветовая коррекция соған ғана байланысты. Получается, музыкада да сондай. Тек қана инструмент қой, программа, ол просто инструмент. Қалай қолданасың, өзің білесің, өзің білесің, ол фантазияңызға байланысты любой адамның. Любой программада әдемі сапа алуға болады. Сол себептен қайсы өзіңізге ыңғайлы, соны таңдасаңыз болғаны. Еш қайсының бірінен бірі артық кемі жоқ. Барлығы негізінен сапа жағынан бірдей. Ал функциональность жағынан разница жоқ деп айта алмаймын, бар функциональность жағынан. Сіздер студияда қандай қызмет көрсетесіңдер? Аранжировка жазасыңдар, минусқа плюс жазасыңдар, дауыс қосып. Және де инструмент жазасыңдар, бөлек. Бөлек инструмент. Озвучкада жазып жатамыз, дубляжда жазып жатамыз. Дубляж тоже, да? Соның бәрінен ақша жағынан пайдасы қайсынан көп? Ақша жағынан пайдасы негізінен аранжировка ғой. Аранжировка. Өзіне жаның не қалайды? Өзіне жақын не? Аранжировка тоже. Тоже аранжировка. Поэтому қазіргі таңда біз записьті осы 2024 аяқтағанға дейін жазып, 2025 запись жазбай кеткеніміз бар енді. Себебі не үшін деген сұраққа келеміз. Ол кезде біз запись пен аранжировканы қатар алып жүрдік. Осы уақытқа дейін мен жалпы аранжировкамен айналысқалы, жалпы студиямен айналысқалы екеуі қатар жүрді. Сізге қараңыз, екі адам келіп тұр. Біреуі тойға дауыс жаздырайын деген. Біздегі прайс бойынша, былтырғы жылғы прайс бойынша бізде 20 мың теңгеге жазатынбыз бір әнді, толығымен өңдеу жұмысымен. Ол кісі бізге 20 мың теңге алып келеді, маған тойға дауыс жаздыру керек дейді. Ал тағы да бір екінші клиент тоже келіп тұр, ол кісі бізге 200 мың теңге алып келіп тұр. Маған тойға емес, маған стриминг жасау, және бүкіл площадкаға, дистрибуцияға авторлық әнім керек, яғни серьезный жұмыс. Сол екеуінің қайсын таңдаған дұрыс деген сұрақ келеді. Әрине дауыс жазуға ол бір ғана клиент келмейді ғой, 5-6 клиент керек келеді. Екеуінде алғаннан кейін адамда энергия біреу, уақыт біреу, да, ресурсың біреу. Bir ғана уақытта сен либо дауыс тазалай аласың, және 20 мың теңге беріп тұрған клиенттің жұмысын істей аласың. Немесе 200 мың теңге беріп тұрған аранжировкаға заказ берген кісінің клиентінің жұмысын істей аласың. Ақшаға келіп тірелейік, және ғана айтып кеттім, қайсының ақшасы көп деп. Просто тупо ала салсаң, аранжировканың ақшасы көп болып тұр бұл жерде, дұрыс па? 200 мың теңге беріп тұр. Ал енді адами студия болғандықтан, студияның как музыкант ретінде даму жағынан қайсы жақсы дегенде, әрине аранжировка дамытады. Уақыт жағынан? Уақыт жағынан аранжировка тоже аз уақыт кетеді. Себебін айтайын. Себебін просто мысалға алатын болсақ. Жоқ, 200 мың теңге мына жақтан 10 адам келу керек та саған 200 мың теңгені табу үшін. 10 адам келеді. 10 адамның жаңағы ақшасын бір адам беріп тұр. Енді мына енді бірдей болу үшін 10 адамның жұмысын қанша уақытта бітіресің, және де бір аранжировканың жұмысын қанша? 10 адамның жұмысын мысалға бір әнге кем дегенде 3 сағат кетеді. Себебі алдын ала уақытқа жазылады, уақытқа келеді. 30 сағат, короче. 30 сағат. 30 сағат, мысалға 2-ке бөлсең де, 3-ке бөлек 2,5 күн асықпай, да? 2,5 күн. Енді 15 сағат жұмыс істемей-ақ қой. 8 сағаттан мысалға есептесең, примерно плюс-минус солай болады. 3-4 күн. 3-4 күн, Дәл сол уақытта аранжировканы да солай уақытта жазып бітіруге болады. Бірақ 30 сағат кетпейді аранжировкаға. Одан аз кетеді ме? Аз кетеді. 10 сағатта аранжировка дайын болуы мүмкін, 10-15 сағат. Ол общий жұмыс уақытын есептеп жатырмын. Ол 10 сағат қатарынан отырып. Қазір осы видеоны көріп сенің клиенттеріне, өрен, мен аранжировкам қайда? Бір апта болды ғой, өрен деп. Соған жауап бере кетейін деп тұрмын, мен дәл қазір соған жауап берейін деп тұрмын. 10 сағат подряд отырған бетте жұмыс істеп аранжировка бітіру мүмкін емес. Себебі аранжировка айтып жатырмын ғой, творческий момент бұл жерде, творческий подходпен қарау керексің. 1 сағат, 1,5 сағат отырып бүкіл идеяңды вкладывать еткеннен кейін әнге уже таусылады. Любой адамның идеясы таусылады. Одан кейін клиентке жібересің, оған бірдеме ұнамайды, қайтадан переделать жасайсың. Одан кейін өзіңе бірдеме ұнамайды. Ондай да момент болады. Өзіңе ұнамай қалады, клиентке ұнамай қалады. Одан кейін идеялар ертесі күні, мысалға бір күні шабытың келмеді ме? Лучше тоқтатқан дұрыс. Оны қанша алыссаң да 2-3 сағат отырсаң да дым шықпайтын кездер болады.
просто шабыт жоқ, былай айтқан кезде шабыт келмейді, мүлдем идея келмейді. Сондай кезде лучше тоқтатып басқа нәрсемен отвлекать етіп, ертесі күні келген кезде келместен бұрын сырт жақта жүрген кезде сол аранжировка миыңда жүреді. Ана әннің әуенін ойлап жүресің. Мысалы просто әуен так ана жерде андай переход қосу керек қой, мына жерде мынандай инструмент. Ол бойына сіңу керек музыка. Ол деңгейге жету үшін негізі біраз демо. Басында демодан бастайсың ғой, демоларды біразын жазып сол керексің. Содан кейін барып уже сен сыртта жүрген кезде де миыңда аранжировка ойнай бастайды. Уже миыңда так ана жерге мына инструмент қосам, сосын мынандай деп барабан кетеді деген сияқты уже миыңда аранжировка болады. И ертесі күні барған кезде студияға сен уже готовый мақсат, яғни дайын көз алдыңда тұрған цельмен барасың да просто сурет салған сияқты, елестеп тұрған инструменттерді суретін салған сияқты программада толықтай жасай саласың. Ал енді кеткен уақытқа жәнегі қайта оралайық, 15 сағат 20 сағаттың ішінде бір аранжировканы толық бітіруге болады. Ол саған ақша жағынан көп пайда алып келіп тұр, дамыту жағынан да көп пайдасын алып келіп тұр өзінің. Екі жағынан да пайдалы. Ал енді дауыс жазуды қазір көп студия көп. Астана болсын, Алматы болсын, Шымкент болсын, бүкіл қалада жалпы студиялар көп қой. Бірақ не үшін жақсы аранжировщиктар аз деген сұрақ келеді. Ол сұрақ бізде өзімізге қойып, осы 2025 жылды біз не үшін записсіз бастап жатырмыз? Себебі бізге сол сұрақ миымызға келді. Бүкіл жерде студия көп, барлығы сапалы, студияның ішінде керемет қып, бүкіл вложениесін, және мен айтып кеттім ғой, басында вложениеға дымда қажет емес, микрофон, звук карта болса жеткілікті дегенім сияқты. Кейбір адамдар ойлайды, техникада деп, мәселенің барлық техника деп. Сұмдық қымбатын алғысы келеді, мінсізін іздейді, обзор көреді, и сонымен бүкіл энергиясы, аранжировка зерттейтін бүкіл уақыты просто техника қуумен өтіп кетеді. Просто ютубтан обзор қараумен өтіп кетеді. Немесе маған сұрақ қоюмен өтіп кетеді, менен сұрайды, ана программа қалай, мынаны үйренсем қайтеді. Немесе маған программа орнатқызған кезде сразу 2-3-еуін орнатып берші деп айтатындар болады. Logic, Reaper немесе соның барлығын орнатып бер деп айтады. Cubase 14 қой қазіргі шыққан, Cubase орнатып бер дейді. Ал мен айтамын, содан сразу клиенттерім, енді былай айтқан кезде коллегам ғой, енді бастап келе жатқан, обалды болмасыншы, менің жолымнан өтіп жатыр ғой деймін да. Сразу айтамын, бір программаны үйреніңіз. Бір программа сіздің өміріңізге жетеді. Оны керек емес бәрін бірдей үйреніп, миыңыз ашып кетеді дейді. Бүкіл уақытыңыз, энергияңызды технический, творческий часть емес, сіз технический частьқа жұмсап тастайсыз деп сразу айтамын. Сол себептен бүкіл студияларда не үшін мықты аранжировщик жоқ, не үшін сапа жоқ, кілең тойға ән жазып кетті. Қазірде тыңдармандарымызда көбінесе комментария айтады ғой, тойский әндер қаптап кетті, бұрынғыдай сапалы ән жоқ деген сұрақтар көп. Неге ондай сұрақ көп? Себебі айланып келіп қазір тек қана тойға ән жазу көбейіп кетті. Быстрее деньги. Бәрі тапқысы келеді. Студия ашатын адамдар да сол, тойға баратындар да быстро фонограмма жаздыра салғысы келеді. Ал соның көлеңкесінде мықты небір жұлдыздар, небір өнер адамдар қалып қойып жатыр. Демек, осыдан шығып жатқан әңгіме, осы студияны ашайын деп жатқан жас жігіттерге, қыздарға, және де осы салада сен деңгейінде жүрген әріптестеріне айтарың, меніңше, минустарды жазуды қойып, аранжировкамен айналысыңдар. Дәл өзі. Ол той әрине жақсы ғой, халықтың қазынасы деп айтып жатады. Ол бәрібір қанша жерден айтсаң да ол тоқтамайды. Ол бәрібір дауыс жазу, ол бірге жүретін дүние. Дамығысы келетін адам болады, дамығысы келмейтін адам болады. Екі түрлі типтағы адам болады. Ішкі эмоциясы бойынша да адамдар бөлінеді. Кейбір адамдар всегда бір нәрсе, былай айтқанда приключение іздеп отырады. Әрдайым бір өзінің өміріне қиындық болмаса, өмір оған скучно. Мысалға сен? Мен сол адамға жатамын. Мен бір қалыпты жүре бере алмаймын. Себебі бір қалыпты жүрсем, маған скучно болады. Мен өзім артыма тікен қоятын адаммын. Яғни өзімді қинаған жақсы көремін. Жұмыс істеуге стимуляция жасайтын мен. Алдыға қарай итермелейді сондай дүниелер қою. Сол үшін басында кредитің көп. Дамығысы келетін адам ол әрдайым сондай қиын жолды таңдайды. Әрине дауыс жазбай қою бізге оңай дүние емес. Мысалға бәрібір табысыңнан қағыласың деген сияқты, ол ақша рас әкеледі ғой. Одан кейін дауыс жазу біз үшін қарапайым нәрсе болып қалды қазір. Жазасың, өңдейсің, бір сағаттың ішінде бітіре саламыз. Мысалы 20 казалось, 20 табу, бір сағатта кейде ондайда ой келеді.
мысалға жанымда коллегам екеуміз ақылдасамыз, сол кезде бір-бірімізге айтып қалатын кез болады. Үйтпеу керек, тәкаппарланбау керек, 20 мың теңге табу оңай емес қой. Елдер бір күн бойы, мысалға енді мысалға келтірейін, ешкім реніш болмасын, мысалға бір күн бойы стройкада жүріп, немесе басқа жұмыста жүріп, разно рабочий болып жүріп, 20 мың теңге тауып жатады, оның жанында сен 1 сағатта тауып жатсың ғой деген сияқты коллегам екеуміз бір-бірімізге де сын айтатын кезіміз болады. Бірақ екеуміз де бір-бірімізді кейде мен айтамын, кейде ол айтады, тоқтатады. Сен осы деңгейге 1 сағатта 20 мың теңгенің жұмысын істеу үшін қандай жолды басып өттің деген 7-8 жыл еңбек еттік. Соны бір-бірімізге еске салып отырамыз. Кейде ұмытып қаламыз, екеуміз де ұмытып қаламыз. Бірақ бір-бірімізге әрдайым еске салып отырамыз. Айтпақшы, осындай уақыт кеткен екен ғой бізде. Осындай еңбек еттік, сол себептен бізге олар, мысалға, клиенттеріміз төлеуге міндетті. Не үшін, мысалға, сен қалай 1 сағатта істей аласың, мен саған осындай ақша төлеймін деген сұрақ, ол қисынсыз сұрақ болып тұрады. Себебі қалай өңдеу керегін біз уже айттым ғой басында, мен жарты күн істейтін бір әннің өзін жарты күн бойы. Сол кезден өтіп сол уақыт қысқарып, қазір 1 сағатқа келіп тірелді. 1 сағатта не істеу керегін уже автоматым істеймін, көзім жұмыс істейтін сияқты. Менің білетінім көбінесе қазақтың әншілері Өзбекстаннан жазады музыканы, Ташкентте. Қазір ол жағдай өзгерді ме? Тыңдарманның қалауына байланысты, яғни қазір мына TikTok, Instagram, Reels'тың заманы болып кетті ғой. Әндердің басында әншілерде толық релиз жасамастан бұрын, толық әнді шығармастан бұрын бір қысқаша демосын жасайды да, Reels'қа немесе TikTokқа салады. Салғаннан кейін халықтың реакциясын бақылайды. Халыққа, қазіргі заманда халыққа не ұнайды дегенде, восточный сондай стиль, яғни қазір TikTokта көбейіп кетті ғой, тренд түсіретін 80-ші жылғы әндер, немесе быстрый темпта көк жүгілей деген сияқты сондай әндер. Я так надеялся, что ты не скажешь эту песню. Сол сияқты. Жоқ, ол бізге ұнамаса да халықтың қалауы сол болып тұр. Мен мысалға ол әнді хит болғанын мойындаймын, бірақ менің ойым низкоинтеллектуальная песня. Көп өзіңе қабылдағың келмейді. Дәл сондай. Ол ән сол жеңілдігімен, яғни тыңдағанда жеңілдігімен халыққа ұнап жатыр. Себебі тойда барады халық. Тойға не үшін барады? Біріншіден қуаныш үшін жақынның, екіншіден көңіл көтеріп, сол жерде бір расслабиться еткісі келіп барады да. Барғаннан кейін ана ән өте жеңілтек ән, былай айтқан кезде жеңіл болғандықтан халыққа көбінесе ұнайды. Просто шығып сөзде оңай. Ол ән не үшін хит дегенде көк жүгілей жаттай салған оп-оңай болғандықтан тез арада билеп кетуге, яғни жаттап сөзін қайталап айтып кетуге оңай. Ну, смотри, это ол жалқаулықтың бір себебі ғой, ол тенденция тоже, ол неге алып келеді? То есть қазақта сапалы музыка болмайды ғой, мысалға бәріміз сондай музыкалар тыңдай берсек. Соның барлығын қазіргі әншілердің де стилін құртып жатқан тойға дауыс жаздыру. Айланып кеп сол дүниеге кеп. Себебі бір-біріне еліктеу. Қазір мынандай тенденция, мынандай бір модада болып кетті. Бір жақын қуанышы бірдеңе болса, міндетті түрде сол тойға барып фонограммамен ән айту бір мақтаныш, сондай бір керемет сезім алып келетін. Тойға дауыс жаздырады, тойға дауыс жаздырғанда қандай әндерге дегенде сол өзіміздің жұлдыздардың әндеріне жаздырады. Ал жұлдыздар бұрын керемет сөзде асыл, әуені де керемет ән жазатын әншілер олардың әніне, яғни халық дауыс жаздырып тойда айтпайды, себебі әндер немесе ақырын, медленный, тойға жараспайды деген сияқты. Олар модадан қалып, ол әншілердің актуальності кетіп, тойға ән жазатын әншілердің заманы келді деген сияқты. Сол әншілердің әніне, минусовкасына дауысын жаздырады да бүкіл тойда сол әнді айтып шығады. Сол себептен әншінің рейтингі артады, ал сапалы ән жазатын, бір мағынасы бар ән жазатын әншілер солардың көлеңкесінде қалып қойып жатыр. Сол себептен, соның кесірінен қазір сондай сапалы күшті ән жазатын әншілердің өзі тойский ән жазуға амал жоқ, тура келіп жатыр. Тойский ән жазып кетіп жатыр. Халыққа өту үшін. Тойский әннің өзінде қазір бөлінеді. Тойский әнде бұрынғыдай, сен айтпақшы, дәл айтып жатсың, мысалы бұрын қызыл өрік деп қандай керемет, білмеймін, аспанға қараймын, барлығы мотиві қазақи. Вот сен айтпақшы, маған солай елесті, күшті. Бол жанымда, прям
әнін тыңдасаң бір қазақи ешқандай бір востокқа тартып тұрған жоқ, или там өзбек ондай ештеңеге тартып тұрған жоқ. Таза өзіміздің қазақстандық туынды екені өзі тыңдай салғанда сразу адамға естіледі. Ал қазір сол сияқты ән жасайын, не үшін жасамайды деген кезде, қазір халыққа айтып жатырмын ғой, не ұнайды, қайсысы актуальный, қайсысы больше реакция жинайды, соған ұмтылып жатыр. Айланып келген кезде тез ақша табудың бір үлгісі ғой ол да. Тез ақша табу үшін не істеу керек? Тез атым шығаруым керек. Тез атым шығару үшін халыққа не ұнайды, соны шығара салу керек. Болды. Ары қарай бұл өнер менікі ғой, мен осы өнермен өмір бақи қаламын ғой деген сұрақ қазір уже не волнует, былай айтқанда, мүлдем алаңдатпай бастап жатыр. Халыққа қазір қарап тұрсаңыздар 80-90 жылғы вайб қайтадан шақырып алды. Ностальгия әндер, Седая ночқа ұқсайтын әндер, дыш дейтін бит халыққа ұнайды қазір. Немесе восточный стильдағы биттер халыққа ұнайды. Соны қоясын, болды, все. Тойда шығады да айта береді. Тойдағы әндерде де қазір сондай стильдағы әндер ғой, Балқия, немесе мысалы көп Қызыл Раушан, мысалы Кәмидің айтқан әндерінің көбі, Рақым Жақаевтың әндері, одан кейін даже Нұрболат Абдуллиннің Сен 18-де едің деген әні бар. Тыңдасаңыз, Нұрболат Абдуллин ондай әнді көп шығармайтын. Бұрынғы әні Қызық екенсің деген әні нағыз қазақи. Қызық екенсің, иә, күшті ән, әдемі, прям қазақи да. Ал енді қазір Сен 18-де едің тыңдасаң, как-то уже расымен де өзгеріп кеткен. Ал Нұрболат Абдуллин керемет бұрынғы вальс әндері бар, вальсті айтады, білесіздер өздері. Сол әндерін тыңдасаң, қандай керемет қазақтың, Шәмші-атамыздың вальстары сияқты, прям болсақ та бұрын соң ал, прям әнімен бірге тербетіп жібереді өзіне. Ал сол мықты Нұрболат Абдуллиннің өзі халықтың қалауына, яғни реакциясына қарай жұмыс істеп жатыр да. Сол сұрақты жаңа саған қойып, бір кездері бүкіл тойда жүретін, былай сахнада айтылатын әндер өзбек әуеніне кетіп қалды деп айтқан едім. Жаңа енді қазір өзім ойлана отырып түсініп жатырмын да, қазір мысалға осы карантиннан кейінгі уақытта қаншама әншілер шықты, жаңа бір стиль, қазақи стиль пайда бола бастады да. Мысалға бұрын сонды болмаған Ирина Кайратовна жаңаша бір стиль береді. Осы Астанадағы Аргония мысалға, оның тоже бір жеке стилі бар, көзқарасы. Кім? Жастарды тыңдайтын кім? Мирас Жүгінісов. Ерекше бір стилі бар, иә? Мүлдем бөлек. Илхан, олар прям бір вайптағы адамдар. Садраддин, Илхан, оларда и билеуге де, тыңдауға да күшті, иә? Екеуіне де. Райым. Бірақ байқап тұрсаңыздар, жастар дұрыс направлениеде келе жатыр. Жастардың направлениесі тойға арнап, тойға қарай кетіп жатқан жоқ. 2018 жылға дейінгі әншілер концерттерін көп бермейтін, және де адам жинай алмайтын. Ондай көп. Мысалға, есімде Қайрат Нұртас Астанада Астана аренаны жапты полностью. Ол бір үлкен бір концерт болды деп ойлаймын мен. Шатассам, түзетіңіздер комментарийда. Қайрат Нұртас жасады. Одан кейін Мирас Жүгінісов шықты. Алматы аренаны жинай бастады. Постоянно жылына 2 рет па солай жинайды. Қасына тоже тұрар әншілер жинап алады да, сөйтіп бір күшті мықты концерт береді. И және де Мирастың гонорары қазір үлкенірек, және де тойға көп шықпайды. Одан кейін чисто концертпен ақша табатын болды. Концертпен жаңағы өзіне танымалдылық ала бастады да. Тойға көп шықпайды. Димаш Құдайбергенов те сондай мысалға. Ол бірақ мировая звезда ғой Димаш. И қазір айтылатында Қазбек Құрайш та мысалға көп шықпайды. Тоже жаңаша бір стиль. Жаңа стиль, мүлдем басқаша, сапалы стиль, көбінесе живой инструменттер, барабан, лайфбэндпен керемет енді. Да. Демек қазір мінекей осы уақытта, осы заманда қазақ музыкасының, заманауи қазақ музыкасының бір өзінің бір стилі қалыптасып жатыр. Әуен Рекордс сендерде, осы Дәулет екеуінде. Осы студиядан қашан хит шығады? Біз соны хит шығу үшін 2025-те мүлдем басқаша бастадық. Тек қана аранжировкамен айналысуды бастап жатырмыз. Қазір тек қана әншілермен жұмыс істеп жатырмыз. Жанымызда өзінің популярность, яғни танымалдылығы артып келе жатқан Ақылтай досым бар. Ақылтай өзі өткенде ғана Таңшолпан бағдарламасына барған кезде музыкалық продюсерім деп менің атымды айтқан екен. Бір жағынан өзім де қуанышты болып қалдым. Оның Келшайым деген жасап берген каверім және де аранжировкаларым көбінесе халыққа ұнап, тиктоктан, яғни көп просмотр жинап сөйтіп жатыр екен.
сол сияқты қазірде аранжировканың өзін талғамымен жасап жатырмын, яғни дауысы күшті әнші жұлдыз болады ау деген әншілерге көбінесе больше акцент, яғни больше акцент беріп, больше аранжировкаға тірі инструменттер, живой гитараларды ойнатқызып, шабыттан да келіп жатыр әнші балалар, мысалға шабытта тоже эстрада вокалда оқитын балалар, олар музыкалық данныйлары бар, әнші болам деп тырысып жүрген балалар. Кейбір мүлдем музыкальный оқымаған балалар да келіп жатады, бірақ стилі бар, өзіндік бір ерекше. Бірақ адам қызық, кейбір әншілер дауысы керемет бола тұра бізге аранжировка жасатуға келеді, бірақ ойланып кетіп қалады, бірақ в итоге ешқай жерге де істетпейді да. Ал кейбір дауысы енді былай айтқанда құдай береді ғой, бір құдай береді ғой, мысалға өнерді. Кейбіреу еңбекпен жетеді, кейбіреу талантпен жетеді деген сияқты таза еңбекпен жететін адамдар бар. Бізге келіп қанша даусының ыңғайы келмей жатса да бізден сұрап қалай айтсам болады, көмектесіңдер деп жүріп, ана адамдардан озып кетіп жатады. Біздің көз алдымызда сонда екі түрлі адам талай рет жолықты. Кейбір керемет дауысы, біз Моңғолиядан бір қазақ бауырымыз бар екен, бізге дауысын өңдеп беруге маған жіберді. Ана жігіттің дауысы енді Нұрболат Абдуллиннің дауысы кәдімгідей. Сұмдық айтады ана жігіттің айтқаны. Бірақ бір қызығы, өмірімде бірінші рет мен бір адамға продюсерлігімді ұсындым. Мен давай саған продюсер болам, барлығын аранжировкаңды бесплатно істеп беремін, толығымен сені қамтамасыз етемін деп бірінші рет айтып тұрмын. Сол жігітке айттым, ол сондай өнерін құрбан етіп тұр. Сол беті келген де жоқ, Астанаға барсам хабарласамын деді, сол беті қойды. Былай айтқанда басына келген бағын теуіп тұр. Мен оған тегін аранжировкасын жазатын едім. Былай айтқан кезде енді жұлдыз қылуға тырысатын едім. Бізден хит шықпай жатқан себебі осы сияқты факторлар болып қалып жатыр. Кейде мықты адам жолығады, мықты адамды кел деп өзімізге шақырамыз, ол адам бізді артқа қарай тебеді. Ал кейде керісінше сендер оны тебесіңдер. Біз оны тебеміз, себебі өкінішке, біз оның бетін айтамыз көп адамдарға. Өкінішке орай дауыс дұрыс, орындау дұрыс емес, подача қате, харизманы дамыту керек деп сразу айтып тастаймын мен мысалға. Мүмкін сондай адамдарға көңіл бөлу керек шығар. Кезінде Димашты апарып тастады ғой. Немен айтып жатсың? Жоқ, дауыс, ол мен айтып жатқаным дауысының данные, яғни нотаға түспей тұрса, ол өте қиын. Бірақ нотаға түспей тұру дегеннен шығады. Мынау біраз әншілерді білесің ғой, қазақтың. Нотаға түсетін адамдар бар ма өзі студияда? Мен мысалға, өзің білесің ғой, сен студияда талай жаздың. Айтам, күшті айтып тұрған сияқты болдым, дауысым енді тыңдасам, мама дейсің ғой. Сен нотаға түспеген кезде, сен основной нотадан бір жарты тон жоғары немесе жарты тон ғана төмен түсесің. Дұрыс па? Қатты таймайсың былай айтқан кезде. Ал кейбір адамдар болады. Мүлдем тіптен ән басқа жақта. Жібердің ғой сен маған. Естім ғой. Не істеп отырсың деген, жұмыс істеп отыр, мынаны тыңдашы деген. Иә, мүлдем ән басқа жақта, оны айтып түсіндіре алмайсың. Дауысыңызды жіңішкертіңізші дейсің, ол дауысыны ұлғайтады, просто айғайлай бастайды. Жоқ, ол жіңішкерту айғайлау емес деп түсіндіресің. Сондай, соның разницасын түсінбейтіндер болады да, мысалға. Ондай адамдармен сен қалай хит жасайсың мысалға? Бәрі хит болғысы келеді, бәрі әнші болып кеткісі келеді бірден. Ал ол үшін не істеу керегін ешкім білмейді. Студияда таза айтып шығатын адамдар бола ма? Болады әрине. Мүлдем нотадан кетпей айтатын адамдар болады. Біз өзіміз таңғалып қаламыз. Мүлдем, вот жәнегі айтып жатқан Ақылтай, жәнегі досым, нотадан практически кетпейді десем де болады. Енді жоғары ноталарға келген кезде мелизмдарда бір-екі рет сәл ғана таю болады, бірақ оның дауысын мелодайынға салған кезде бір-екі жерін ғана түртіп өте шығасың. Нотадан кетпейді мысалға. Ол студияда... Оның дауысы мелодайында түзетіп отыра ма еще? Иә. Онымен мысалға біз дауыс жазған кезде қалай жұмыс істейміз? Ол жерде былай айт деп указать етпейміз. Ол өзі де біледі. Біз харизмамен және подачамен ғана жұмыс істейміз ол кезде. Қалай айту мәнерімен. Жүрегі жоқ болып қалды деген сияқты. Ол жерде әңгіме мүлдем басқа. Профессиональный дауыс жазуда әңгіме нота туралы болмайды. Нота туралы жоқ. Иә, мүлдем басқа әңгіме айтып жатамыз. Мына жерде мұңлы, ана сөздің мұңын жеткізе алмадың деген әңгімені айтып жатамыз екеумізде бірдей. Мысалға, ана сөздің жүрекпен айту керек еді. Немесе көңілден болса, деп айғайлап тұрып айтшы, мына жер мынау жеткізу керек, мынау тамақпен қысылып айтып жатқаның естіліп тұр дейміз. Ол жер нотаға түсіп тұрады. Тыңдасаң дұрыс. Бірақ қиналғаны естіліп тұрады да, дауысың тамағы қысылып тұрады. Бұлай естілмеу керек деп екеуміз сонымен күресеміз былай айтқан кезде. Соны күресу арқылы дауысын жазамыз. Қарапайым адамдардың арасында мысалға тойға ән жазып жүрдің ғой? Иә.
сол кезде дауысына кәдімгідей тәнті болады, иә, мүлдем бір дубльмен жазып кететіндер болады. Бір мен айтамын, болды, кете беріңіз, мен гүл қылам даусыңызды деймін. Айтқанымдай жібергеннен кейін, мә, керемет деп таңғалып жататындар болады, әдемі шығыпты деп. Мен сразу айтамын, ол менің де әрине үлесім бар, бірақ негізінен основном источникқа байланысты ғой, және сен айтпақшы, видеода да 4К маңызды деген сияқты дауыстың 4К-сын тастап кетеді да маған, яғни источник тап-таза болады. Өткенде ана бір қыздың дауысын естірттің ғой, қосшыда. Саған келіп ән жазып. Баяғыда бір айтқаны, иә, кішкентай бала. Ол, кстати, 11 сынып оқып бітіріп жатқан қыздың дауысы, естісеңіз, бір Жанар Дұғалова ма, Мөлдір Әуелбекованікі сияқты тап-таза, уже эстрадник. Бірақ қарап тұрсың, сол сияқты көзге түспей жатқан қаншама өнер таланттары бар ғой. Өнер жолын таңдамайды, мысалы медик болып кетеді деген сияқты мүлдем басқа жолға түседі. Дауысы бар, керемет, өзінің даусының бар екенін жанындағы бүкіл жақындары, туыстары айтып жатса да, тұйық адамдар болады. Өнер адамы, дауысы бар, бүкілі мақтайды оны, дауысын сыңғырлап тұр дейді, бірақ өз-өзіне сенбейді, тұйық адамдар болады. Ал керісінше дауысы жағынан, Құдай жағынан Құдай тарапынан өкінішке орай бола тұра, бірақ өнерге деген құлшынысы, талпынысы деген сұмдық адамдар бар. Сол талпынысты дауысы бар адамға беретін болса, міндетті түрде хит, міндетті түрде жұлдыз шығады. Не үшін екені белгісіз, дауысы бар, мықты ән айтатын адамдар көбінесе ұялшақ келеді. Ән айтып алады да, бір-екі нотадан тай кетсе, немесе сахнаға шығарып жүрсе, ұялып, сразу тұйықталып шыға келеді. Немесе ақша жағынан жадни болып келетіндер болады. Аранжировка жаздыру, дауысың керемет қой, авторлық әніңді жазбайсың ба? Мен талай адам жолықтырдым. Кезінде тойға да шықтым, музыкант болып жүрдім. Сол кезде талай достарымды да жолықтырдым. Керемет тойда енді әнді айтқан кезде сояды, живой айтып тастайды. Сол достарым айтатынмын, сен тойда жүре бересің ба? Қашанғы тойда жүресің? Әнші ретінде тойды қопарып кетпейсің ба деп айтамын. Сол кезде иә деп қалады. Оның екі факторы бар, немесе өзі жалқаулығымен жұмыс істегісі келмейді, немесе екіншісі ақшасын қимайды. Аранжировкаға ақша қимайды, бірақ мына жақтан басқа мүлдем қатысы жоқ өзінің потенциалына керек емес дүниелерге ақшаны төге салатын жағдайлар болады. Аранжировкада мысалға былай қарап тұрсаң қымбат емес. Тіптен мықты аранжировка жасатамын, ойбай сұмдықпын десе де, мысалға Алматыға баратын болса, Алматыда 400-500 мың теңгеге жазатындар бар мысалға. Олар реально сен өзің даусың, өзің талантың бар болса, олар сенің әніңнен реально шедевр жасап бере алады мысалға. Ол ақша көпте емес, егер сенің әніңе мысалға ататын болса, мысалға тым да емес. Сен ол ақшаны сол жәнегі өзің шығып жүрген тойдан, бір концерттен бір тойдан таба салуың мүмкін. Ал сен сол бір таба салатын ақшаға сен 10 рет тойға шығуың мүмкін. Сонда разницасын сезбейтін адамдар көп. Өнер адамдар немесе жалқау болады, немесе ақшасын аяйды. Өнерге келген кезде өз-өзінен аяйды, былай айтқан кезде. Бір журналист келеді бір кісіге. Вы курите, да, говорит, уже 30 лет, да? 30 жыл темекі шегемін дейді. А вы знаете, если бы их собирали, вы бы самолет купили дейді. Сөйтіп ана темекі шегетін адам сұрайды, а вы курите? Ана нет дейді. А у вас есть самолет? Нет дейді. Сондай сияқты. Жалпы осы қай салада болсын, спорт, жаңағы ән жазу, видео түсіру даму үшін, тамада болу үшін өмірде гармония болу керек. Келісесің бе? Әрине гармония болу керек. Одан кейін уақытты дұрыс басқара білу керек екен, менің түсінгенім. Ол тоже гармонияға жатады. Уақытты көбінесе дамуды таңдау керек. Әрдайым екі жол тұрса, біреу ақшалық келетін, бірақ сол ақшадан басқа пайдасы жоқ. Екіншісі уақыт кетеді, тура сол уақытын кетеді, бірақ ол саған дамушылық алып келетін болса, дамушылық таңдау керек екен. Себебі дамыған адамға ақша өздігінен келеді, ақшаны іздеп қажет емес болады. Прибыль в перспективе, да? Перспективе, ол накапливается, былай айтқан кезде. Снежный ком, накопительный. Накопительный. Сен опыт жинап, ертең бір гигант болады. Былай айтқан кезде бизнесте мысалы акула деген сияқты, сен өз услугаңның мықтысы, нағыз профессионалы, нағыз кәсіби тұрғыда сол саланың иесі болып шығасың. Сол кезде сені өздері іздейді. Былай айтқанда ақша іздейді десе де болады, клиенттер сені өзі іздейтін болады, сенің жұмысың өте сапалы деңгейге барады. Ал енді ең кішкентай кезден, түкте дамымай жатқан кезде, яғни дым сапасыз кезіңнен әрдайым ақшаны таңдай беретін болсаң, болды, сол деңгейде қала бересің. Любой дүниеде, видео түсіру болса да, видеода да қазір тойға шықпай ма, видеографтардың барлығы тойда жүр мысалға, былай қарап тұрсаң. Ал тойда жүрген видеографтар қаншалықты дамыды мысалға. Тойда жүріп,
тойда да мықты видеографтар болады, мысалға тойда да дамытатындар болады. Иә, иә. Олар тойдан сырт тойға түсіріп болғаннан кейін үйінде дайындалып қаншама видеоны Коммерческий зерттеп, проекты да? коммерческий проектларын жасап, рекламный видеолар түсіріп, сол арқылы дамып тойды да дамытып жүргендер бар. Ал енді осыдан 15-20 жыл бұрын той түсіріп ешқандай дамушылығы жоқ, той түсірдім екен, немесе әнші болып, музыкант болып, мысалға өзімде тойда музыкант болып жүрдім ғой, мысалға менде де сондай ситуация болды. Музыкант болып барасың, бірдеңені қиратқан адам сияқты үйге келгеннен кейін болды, жатасың демалыс болып, мысалға. Ол мүлдем сені дамытпайды, и сол гонорарың яғни өседі дегенге сенде үміт мүлдем болмау керек қой. Егер сен ешқандай әрдайым өзіңе уақыт бөлмейтін болсаң. Әр салада сондай, видео болсын, бизнес болсын, сауда, даже бизнесте де киім сататын болсаң, тек қана рекламасын шығарып қойып киімді ғана сатумен отыратын болсаң, сенде қалай масштаб болады, қалай екінші точка магазинді ашасың мысалға. Ал екінші точка магазинді ашу үшін жаңа модельдерді зерттеу керексің деген сияқты. Әр салада сол айланып келіп, өзіңнің основной істеп жатқан жұмысың мен аяқталмау керек. Жұмысыңды дополнительно қосып, егер сен госорганда бір жерде айлыққа, жалақыға жұмыс істейтін болсаң, госорганнан бәрі мысалы қазіргі заманда айтады ғой, госорганнан жұмыстан мен жұмыстан айлық жұмыстан кеттім, содан кейін фрилансқа кеткеннен кейін осындай дамып кеттім, байып кеттім деп көбіне үгіт жасап жатады. Ол үгіт мүлдем қате деп ойлаймын. Себебі кейбір адамның отбасын асырап жатқан сол айлық болуы мүмкін, бала шағасының ризығы болуы мүмкін. Ал сол ризық тауып отырған отағасы, яғни ер адам немесе әйел адам болса, сол адамды жұмыстан шығарып жіберіп, сен фрилансерсің. Фриланс деген ол бірде бар, бірде жоқ дүние. Фриланстан ақша табу үшін, сыртта жүріп, мысалға клиентке қызмет ету услуга арқылы ақша табу үшін, сен бірінші новичок боласың бұл жерде. Игроктың ең төменгі игрок боласың былай айтқан кезде. Ол жерде саған сразу кеп, даже сол ай сайын тауып отқан айлығыңды бере алмай қалуы мүмкін. Иә. Ол кезде сенде не болады? Выгорание болады, стресс пайда болады, депрессия пайда болады. Сонымен айланып кеп қайтадан жұмысқа, айлыққа шығып кетуі мүмкін, мысалға. Айлық жаман деген сөз емес, бұл жерде айлыққа жұмыс істейтіндердің әр қайсының вклады көп қой. Айлықта жұмыс істейтін адамдар ол жәнегі екі түрлі типтағы адам болады дедім ғой. Біреуі пассивный, біреуі активный. Біреуі пассивті қалайды. Кейбір адамдар сол жұмысын жақсы көреді, өзі сүйеді. Мысалға мұғалімдер, керемет мұғалімдер болады, мысалға өзі сол жұмысын сүйеді, сол жұмысын ғана істегісі келеді. Артық бизнес, ондай басқа келмейді. Зачем? Ол да бір жағынан дұрыс. Былай айтқан кезде сол жұмысын істейді, отбасымен бақытты өмір сүріп жатыр. Главный адам қандай? Бақытты болды. Уже главный задача решена. Ал екінші активисттер, активный адамдар қай кезде бақытты болады? Ол адамдар бір мақсат қойып, сол цельға жеткен кезде ғана допамин алатын адамдар ғой. Яғни бір мақсат қояды, сол мақсатқа жетті. И то ұзақ уақыт емес. И то ұзақ уақыт емес, иә. Оның бақыты временный, былай айтқан кезде. Иә. Ал пассивный адамдардың уақыты бір қалыпты. Ол адам әрдайым бақытты бола алуы мүмкін. Кеше ғана Инстаграмда бір видео көрдім. Бір жігіт айтады, мен қазір мінекей Таиландта жүрмін, осы жақта және квартира сметеді, осы жақта бір айдай тұрамын, мен пляжда жүрмін, қарашы, мен бақыттымын дейді. Ал сен видеоның ар жағындағы адам деп айтады да, сен осы жерге келсем бақытты боламын деп ойлайсың ба дейді. Сен болмайсың дейді. Мен себебі дәл сенің орнында болғанмын, өз елімде, сол өзімнің бұрынғы рабочий орнымда отырып бақытты болуды үйрендім дейді бірінші. Сол жерде бақытты болдым, сол жерде бақытты таптым, сол жерде яғни сол өзімде бармен бақытты болуды үйренгеннен кейін барып менің жұмысым алға басты, бизнесімді жүргізуді үйрене бастадым, себебі позитив пайда болды, ми по-другому жұмыс істей бастады деген сияқты. Содан кейін барып жақсы ақша тапқаннан кейін сол бақытпен қазір Таиландта өмір сүріп жатырмын, бұл жерде де бақыттымын дейді. Ал сен қазір сразу сен әкеп Таиландқа әкеп салса, 1-2 күннен кейін уже сенің допаминың, яғни бақыт гормоның таусылады, уже сразу сын айтып бастайсың, елге қайтып келіп жатыр, үйіме қайтып келіп жатыр деп, уже зона комфортадан сразу шығып кеткенсің, сразу уже өзіңе ұнамай бастайды. Қай жаққа барсаң да өзіңді бірге аласың ғой. Өзіңді бірге, дәл айтасың. Қай жаққа барсаң да сен өзіңсің, сен ешкім өзгертіп жүрмейсің. Таиландқа барсаң, сен басқа өрен немесе басқа думан болмайсың. Тура сол состояниеда қаласың. Значит, өз еліңде бақытты болсаң, басқа қалаға барсаң да бақытты болып өмір сүріп кете аласың. Ал өз еліңде депрессия болғаннан кейін, о жақтан да депрессия болатын жағдай табасың өзіңде. Иә, бәрібір іздейсің, ошибка іздейсің, былай айтқан кезде. Біресе үкіметті кінәлайсың, қазір көп адамдар енді шыны керек өзінің жете алмаған жетістіктеріне үкіметті кінәлап жатады ғой, мысалға. Сол сияқты өзің жете алмаған жетістіктерге
сен негатив іздейсің, бүкіл айналаны адамдардан іздейсің, анау мен көре алмайтын сияқты, анау маған неге көп внимание бөлмейді деп мысалға әртүрлі жағдайлар іздеп жатады. Сол себептен қай сала болмасын, ең бірінші өз саласын жақсы көргеннен кейін негатив іздей бермей, сол өз саласынан анау андай сияқты, даже техника, жаңа айттым ғой, техника қуып кететіндер болады. Өз бетімен өз новичок, дымда білмейді, бірақ сұмдық аппарат сатып алғысы келіп жүреді. Зачем? Мысалы былай қарап тұрсаң, керек те емес. Ол техникадан мін іздейді да, өзінен іздемейді мінді. Техникадан іздеп бастап жатыр да бұл жерде. Адам өзін дамытатын болса, сол қолында бар техниканың өзі небір хит жасауға мысалға жеткілікті. Өрен қорытындылай келейік. Құрметті көрермендер, Өренге тағы да сұрақтарыңыз болса жазып кетіңіздер комментарийға, тағы да подкаст түсіреміз. Сонымен біздің Думан екеуміздің бүгінгі подкастымыздың қорытындысын айта келе, барлықтарыңызға тілейтінім наурызда олыс оң болсын. Қазір бүгін 23 наурызда бұл подкастты түсіріп жатырмыз. Наурыздарыңыз құтты болсын дегім келеді, және де еңбек етуден әрдайым тайынбаңыздар. Студияда жетістікке жету үшін әнші болсаңыз да, немесе әншілерге қызмет ететін звукорежиссер, студияда қызмет ететін адам болсаңыз да, екі тараптан да еңбек керек. Еңбек болған жағдайда дамушылық болады, халықтың көзіне сол уақытта түсетін боласыздар.